кеш жарат құрметті ханымдар мен мырзалар, сәлем достар. Әулеттің қуанышы баршаңызға шығысты болсын. Бүгінгі дүбірлі той баршаңызға құтты болсын айта. Бүгін Түркістан облысы Шырайда Шымкент қаласының көрелі жерінде Алланың дұрқылған Град Хадиша салтана сарайының төрінде бүгін керемет кеш, керемет той құрметті ағайын. Одан кейін себеп әулеттің реңі, тірегі, жүрегі болған ардақты да аяулы ана Әлия әпкеміздің шаңырағына шаттық, босағасын тағып керегесін кереметтер кернеп жатқан жағдай. Себебі бүгін біздің алтынды болған Әлия әпкеміздің алтын құрсағынан тараған бүгінгі шекі мерекенің иесіне айналған Сәлия қыздарымыздың өз тегін тауып құтты ұясына ұзатылғалы тұрған ұзату тойына қош келдіңіздер ағай. Жалпы не? Бақыт деген ол сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенім. Бақыттың да, басқаның да білмегім. Бала күнгі ойнағаны күлгенім. Бақыт жайлы мынау менің білгенім. Бақыт деген кейде шаттық, кейде мұң. Бұл өмірде сол бақытты бауырым, бақыт іздеп азаптан сәкіндегім. Бақыт іздеп мал бақпейді тасқала. Бірақ бауырым, бірақ нәрсен естен тастама. Бірге жүрсең әрине шарың менен бақытсың бұл өмірде, жалғыз қалып бұл өмірде басқара. Бүгін мінеки орындалды арманың, күтпесінше екеуіңді алда мұң. Бармақтай бақтырайын мен сендерге, бір Аллам берет сосын қалғанын деп ұрты қошаба ұрта қойса. Жастар уақыт болсын. Енді қазір Әлия әпкемізді 100% танитынымызды қазір дәлелдейміз. Дәлелдегенде қалай? Мен әпкенің өміріне, әпкесінің өміріңізде халыққа бір екі сұрақ қояйын. Сұрақ қоямын, кім бірінші қол көтереді, сол кісіден сұраймыз. Жауапты айтамыз. Жауапты әпке дұрыс деп қабылдаса, ортаға бір күшті қылып билеп шығамыз. Мен сейсеп алып беремін, билеп қайтамыз. Дұрыс па? 100%. Дұрыс. Ал кет қошемет болсын, түйе оларың қош деп бейміз.